Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Біз бүгін қалдық заттарға екінші өмір сыйлайтын боламыз. Үйде балаларымыздың киндерден қалған ойыншықтарын арнайы ыдысқа салатын, ойыншық салатын ыдыс жасайтын боламыз. Бізге стакан керек, және де картон керек. Стакан сәндеу үшін түрлі гүлдеріміз және ыстық желіміз қажет болады. Стаканымызды түрлі түсті қағаздармен сәндеп алдық, және де оның астына бекіткіш қатты картонмен бекітіп аламыз. Ыстық желімнің көмегімен картонымызға бекітеміз жан-жағын әдемі гүлдермен. Енді біздің ойыншық салатын ыдысымыздың ұстайтын жерін желіммен жапсыратын боламыз. Енді ойыншықтарымызды ішіне салып қояйық. Келесі біздің ойын түріміз мозаика деп аталады. Мозаикаға бізге картон қажет, және де түрлі түсті түтікшелер, кішкене моншақ қажет. Алдымен картонға арнайы сызықтарды сызып алып, сол сызықтармен түтікшелерді желіммен жапсыратын боламыз сызықтар бойымен. Одан кейін ойынға моншағымызды жібереміз. Осы сызықтардың бойымен моншақты арнайы өзінің орнына апару керек. Ертең осылай үйде жасап балаларыңызға ойнатуға болады.